Бүгінде елімізде мәдениет қызметкерлеріне көп көңіл бөлінбей отыр. Бұл туралы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев жолдауында айтқан болатын. Расында солай. Армысыздар қадірменді көрермен, эфирде қоғамдық саяси мезгіл хабары және оның бүгінгі тізгінінде мен Айгүл Мырзағалиқызы. Аталған мәселе ең алдымен кітапхана, музей, театр қызметкерлеріне байланысты болып отыр. Әсіресе жастарға қиын. Мардымсыз жалақымен баспаналы болудың мүмкіндіктері аз. Дегенмен, келер жылдан бастап бұл мәселе өз шешімін таппақ. Президент мәдениет қызметкерлерінің жалақысын арттыруды тапсырды. Бүгінгі тақырыпта осы жайында болмақ. Бізбен байланысқа Шахмет Құсайынов атындағы Қазақ музыкалық драма театрының әдебиет бөлімінің меңгерушісі Манарбек Қыдырбайұлы шығып отыр. Сәлеметсіз бе? Келер жылдан бастап ел президенті үкіметке мәдениет қызметкерлерінің жалақысын көбейтуді тапсырды. Бұл бастаманы қалай қабылдадыңыздар? Жалпы мынау адамзаттың алтын қазығы бұл білімде және мәдениетте. Мысалы бір керемет сөз бар ғой, театр көбейсе түрме азаяды деген. Мынау енді елбасымыздың көтеріп жатқан мәселесі өте орынды мәселе. Неге десеңіз, мынау қазіргі кезде театрлардың мәселесі өте халыққа керек, өте бір театрлар бүгінгі руханияттың алтын қазығы. Сол себепті театрларға көп көңіл бөліну керек. Бізде көбінесе мынау облыстағы және қаладағы театрларға және басқадағы аудандағы мәдениет ошақтарына көп көңіл бөлінбейді. Көбінесе мынау театрлар орталықтағы театрлар, Астанадағы, Алматыдағы үлкен театрларға көбінесе көңіл бөлінеді. Десе де мынау облысқа да назар аударғанын қалаймыз. Мысалға театрда көптеген жетіспеушіліктер болады. Мысалы, ол театр өнері синтездік өнер болғандықтан бұл жерде бір ғана адамның қолынан келетін нәрсе емес, ұжымдық жұмыс. Бұл жерде жарығыңыз бар, бұл жерде свет, неше түрлі құрылғыларыңыз бар. Соларды жаңарту керек мәселен біздің бүгінгі театрда. Біз театр ашылғалы бері, Шахмет Құсайынов атындағы музыкалық драма театрында жарық әлі жаңартылмаған, музыкалық аспаптар мен дыбыс жазу студиялары әлі бүгінгі заман талабына сай жұмыс істеуге, қауқарсыз деуге болады. Айлықтың өскені жақсы ғой, әрине, бәрі жақсы қабылдайды. Өйткені кім-кімге болмасын қазіргі заманда тиын тебен керек. Мысалға, көп жастарда үй жоқ бізде. Үйсіз жүрген жастар көп. Жалдап тұратын жастар көп. Олар содан қатар олардың баспасында біздің елде білесіз, басты мәселе кредиттің құрсауында, яғни шырмауында қалған жастар көп. Қарыздың. Сол жағынан алып қарасаңыз, бұл үлкен сүйеніш болып есептеледі, үлкен демеу береді айлықтың өсуі. Ел президентінің өзі айтқандай, жалақы аз болғандықтан жас мамандар жеңілдігі бар тұрғын үй бағдарламаларына қатыса алмайды. Ал ұжымдағы жастардың жағдайын қалай сипаттар едіңіз? Біздің жастар театрда үйсіз жүрген жастар да бар, жалдап тұратындар да бар, мысалға ауылдан келіп жүрген жастар да бар. Өз басым мысалға Қонысбай ауылынан келем жұмысқа, мысалы қызметті қатынаймын. Сол себепті баспана жағынан да көмек керек жастарға. Қай салада болмасын. Біздің елде өзіміздің ұланғайыр атырап бар, әлемде 9-шы орын алатын жеріміз бар. Ал тіптен мынау қаладан жер алып үй салайын десең де, ол да мәселе мысалы шешілмеген. Бізде жерлердің бағасы өте қымбат. Ал мынау тұрғын үйлерден үй алайын десең, олардың шаршы метріне шарықтап тұрған баға, ол сенің шашын жетпейді театрдың айлығымен ондай үй алу немесе сондай жақсы үйлерде ғұмыр кешу қиынырақ. Сонымен қатар әртістердің күнкөріс деңгейі көп қызметкерлермен, көп мамандармен салыстырғанда әлдеқайда төмендеу болады. Олар сахнада жарқырап, өмірде жарқырап жүргенмен, олардың күнделікті өмірдегі табатын табыстары азырақ. Сол себепті айлықтың көтерілгені өте құптарлық іс деп ойлаймын. Мәдениет қызметкерлерін жалақыдан бөлек тағы не алаңдатады? Ең бастысы сол, үй мәселесі біздің мынау алаңдатады. Және де заманауи театр үлгісінен қалмау үшін біздің жабдықтарды жаңарту керек. Ел мәдениетінің даму деңгейін сіз қалай бағалар едіңіз? Бұл ретте сіз қандай жаңашылдық ұсынар едіңіз? Біздің елде мәдениет даму үстінде негізінде. Оның бірден-бір дәлелі біздің Қазақстан театрлары шетелдік конкурстарға қатысып, мысалға биіктен көрініп жүр. Ал біздің театрлардың мынау
жұмыс барысындағы өнердегі орындары өте биік деп есептеймін. Өйткені жуырда ғана мысалға Москваға Роза Мұқанованың мысалға Фариза қойылымы мысалы қазақтың атын дүркіретіп Москвада шығарып қазақ руханиятын насихаттап келді. Сол сияқты біздің мәдениет даму үстінде. Ал облыс тарапынан театрға қандай қолдау көрсетіледі? Қолдау деген кезде бізде енді көбінесе алғыс хаттармен қолдайды ғой, білесіз. Мысалға бір театр күні болса, оған алғыс хат. Бізге алғыс хаттан гөрі, қағаздан гөрі театрға бір адамға немесе сол бағытталған адамға қаржылай болсын, немесе басқалай бір рухани болсын, азық болатын дүние болу керек та, қолдау. Ал аш адам мысалға ол ұйқылы ояу жүреді. Ал тоқ адам ол өзінің қызметін үлкен бір ыждахаттылықпен атқарады. Ал бірақ енді мынау театрда қарнымыз аш, айлығымыз соншалық төмендеуден аулақ. Біз өйткені біздің басшылығымыз өте бізге жақсы көңіл аударады. Мысалға өзі уақытылы премияларын береді жастарға. Шамасы келгенше басшылық бізге мысалға үй жағынан болсын, енді бізде көп үй болмаса да театрда тұру жағынан болсын көмектеседі. Шешілмей жатқан мәселелерің болса, сол басшылық ақылдасу арқылы өзі шешіп береді көбінесе. Бірақ оның несі қысқа деуге болады, құзыры. Шынайы сұхбатыңызға рахмет, Манарбек. Шынында да жоғарыдан берілген уәделер орындалып, мәдениет саласында аянбай еңбек етіп келе жатқан қызметкерлердің қуанышы ұзағынан болсын дейміз. Ал бүгінге осы әр мезгілдің өз айтары бар. Келесі күнде жүздескенше аман сау болыңыздар.